Босануды жеңілдететін діни әрі ғылыми кеңестер. Босануға жақын қалған күндерде жүкті келіншек діни әрі ғылыми кейбір әдістерді арқылы осы қиындықтарды жеңіл еңсере алады. Құрма жеу, кейбір сүрелерді оқу, терең тыныстау, су секілді қуат беретін сусындар ішу, жаяу жүру және тағы басқа осындай кеңестердің қатарына жатады. Босану діни әрі рухани тұрғыдан әйел өміріндегі өте маңызды тәжірибе. Сәбиінің алғашқы тыныс ашқанын кейін жылуы анасын қуантатын алғашқы сәт. Бірақ бұл сатыға келгенге дейін ана уайым мен үрейді бастан кешеді. Қалай босанар екенмін? Сәбиімді сап-сау қалпына қолыма ала алам ба? Тағы басқа. Болашақ ана осы секілді ондаған сұрақтармен бірнеше ай босануды күтеді. Шын айтуында өткен сәт жақындаған күндері кейбір діни әрі ғылыми әдістерге жүгінсе, олар босануды мейлінше жеңілдете түседі. Жаратушы ие босануға дейін және босану кезінде әйел ағзасын физикалық тұрғыдан тұруға дайын күйге келтіреді. Оған қоса ағзадағы көптеген механизм үйлесіммен жұмыс істеуге көшеді. Қаншалықты қиналса да болашақ ана үшін босануды сабырмен күтуден басқа іс болмайды. Ал онсыз да оңай соқпайтын бұл үрдіс болашақ ананың қатты үрейленуімен одан да қиындай түседі. Жүкті әйелдер 9 ай бойы босану жайлы небәрі қорқынышты әңгімелерді естиді. Шыңмен басады, кеседі, сәбиінің жүрек соғысы нашарлауы мүмкін, кейде кіндікке байланып қалады деген секілді сөздерден қорқыту мекемесіне сондай-ақ қорқынышты қоса арқалап келеді, дейді акушер мамандар. Әрине, қорқу адамның денесін физикалық тұрғыдан қатайтып сірестіре түседі. Ал денесін бұлшық еттерін қатты ұстау жеңіл босануға кедергі келтіреді. Қорқыныш пен үрей босануға ең үлкен кедергі екенін айтқан акушер мамандар бұдан арылудың жолы арнайы маманға жолығып кеңес алу екенін білдіреді. Босануға бара жатқанда көп жақындарына хабар айту, әрі оларды сыртта күтіп тұрғанын білу. Босанатын әйелді күйзеліске итермелеуі мүмкін. Күткен кісілердің сабырсыздығы туу кезінде мекемеге қызметкерлерін мазалауы болашақ анаға және оның босануына кері әсер етеді. Осы себепті босануға мүмкіндігінше аз босанатын әйелді тыныштандыратын адамдар баруы керек. Құрма босануды жеңілдетеді. Мамандардың айтуынша құрма жеу босануға көмектеседі. Әсіресе жүктіліктің 37-ші аптасынан кейін 4-5, бұл сан бұдан да аз немесе көп болуы мүмкін. Құрма жеуге болады. Құрма витамин, протеинмен қатар окситоцин гормонын қамтиды. Окситоцин басты босандыратын бұрын толғатуды, сүт жиналуын босанғаннан кейін жатырдың жиырылуын қамтамасыз етеді. Құран кәрімде де толғақтан қиналған ол құрма бұтағына қарай беттеді. Қап бұған дейін өліп ұмтылып кеткенімде болар еді, дейді. Төменнен бері дауыс естілді. Мұнда Раббының саған төмен жағынан бері арық жасады. Құрма бұтағын өзіңе қарай сілкі, сонда саған жаңа піскен құрмалар түседі. Сонда алып же, іш, көзайым бол, деп бұйырып Хазірет Мариямға босанардан бұрын жаңа піскен құрма жеуіне кеңес берген екен. Жүктілік кезінде өте-мөте қол сан және арқа бұлшық еттердің жұмыс істеу болашақ ананы және рухани тұрғыдан босануға дайындайды. Бұдан бөлек терең тыныс алып күту, демді ұстауда ауруханада азырақ сезінуге көмектеседі. Екінші, аятул курсы, фәләк, нәс сүрелерін оқу. Босануға рухани дайындық жасауда маңызды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде әйел кісілерге босанатын әйел сұлулықта әрі жеңіл босану ниетімен әуелі аятул курсиді артынан фәләк пен нәс сүрелерін оқысын деп кеңес берген. Осылардан кейін мына аятты оқуға болады. Инна раббукумилла халақа самату вал арда фи ситти ямин Самасута арал арши ягуши лайлин нахра Ятлбухуса хасейсу ва шамса вал камра ван нужама мусахаррети маби амрих алла лахул фалкуфу вал амр Табархаллаху Раббил Алламин. Раббыларының аспан әлем мен жерді 6 күнде жаратты. Содан кейін аршқа
истюа етті. Түнде ізінен ұдайы құлайтын күндізбен бүркеді. Күнде айды және жұлдыздарды әміріне бағынған кейіпте жаратқан Алла екені еш күмәнсіз біліп қойыңдар. Жарату да бұйыру да соған тән. Күллі ғаламның иесі Алла неткен ұлы. Ахбар сүресінде айтылған. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызы Фатима анамыз босанарда оған осы аятты оқытқан. Хазірет Хасан мен Хусейн секілді мүбәрәк ұрпақ осындай дұғалармен дүниеге келген. Жеңілдірек босану үшін жүктілік кезде күн сайын 2-5 литр су ішу керек екен. Толғақ басталғаннан кейін су секілді қуат беретін қорек қабылдаған дұрыс. Алайда жиі қуықты босатып тұрған жөн. Қуық пен ішектердің бос болуы босануды жеңілдетеді. Босануды алғашқы сатысында жаяу жүрген пайдалы. Жүру бұлшық еттерді босатады. Ерте толғақ кезінде байқалған дене босанусының есепке алмау керек. Жүкті әйел күнделікті істеріне жасап, көңіл басқа нәрселерге бұруға тырысқаны дұрыс. Жылы сумен ванна қабылдап, жеңіл нәрселер жеп, толғақтың жиілеуін күтуі тиіс. Содан кейін барып дәрігерге хабарласуына болады. Туу жақындағанда омырау ұштарына массаж жасауға болады. Массаж босануға итермелейтін, толғақ келтіретін окситоцин гормоны үшін өте пайдалы. Жылы орамалмен кеудені жауып 5 минуттай тұрып, жылудың денеге тарауын сезініңіз. Артынан 10 минут массаж жасаңыз. Осымен видеом аяқталды. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман?